Тағам өнімдерінің сапасы және қауіпсіздігі пәні бойынша 3-ші дәріс. Өнімнің сапа деңгейін бағалау, өнім сапасын бағалау әдістері. 4 сұрақтан тұрады. Бірінші сұрақ дифференциалдық әдіс, екінші сұрақ бағалаудың кешенді әдісі, үшінші сұрақ аралас әдіс және соңғы 4-ші сұрақ статистикалық әдіс. Өнім сапасын бағалау әдістері 4-ке бөлінген. Дифференциалдық әдістер сапа айырмашылықтарын анықтау үшін салыстыруды қолданады. Кешенді әдістер кешенді бағалау үшін әртүрлі элементтерді біріктіреді. Аралас әдістер түрлі тәсілдерді біріктіріп, жан-жақты талдау жасайды, және статистикалық әдістер деректерді талдау арқылы түсініктерді шығарады. Дифференциалдық әдіс өнім сапасын бағалауда қолданылатын әдіс. Аралас әдіс әртүрлі әдістердің комбинациясы. Кешенді әдіс бірнеше факторларды ескере отырып бағалау әдісі. Және статистикалық әдіс деректерді статистикалық талдау арқылы бағалау әдісі болып табылады. Өнім сапасын бағалау үшін дифференциалдық әдіс. Дифференциалдық әдіске тоқталатын болсақ, бұл әдіс өнім түрінің сапа көрсеткіштерінің сәйкесінше базалық көрсеткіштермен салыстыру арқылы жүзеге асады. Базалық дегеніміз ол техникалық регламенттерде, нормативтік құжаттарда көрсетілген әрбір өнімнің базалық көрсеткіштері болады. Соған сәйкес келе ме, келмей ме, соны анықтауға бағытталған. Формула арқылы шығарылады. Формуладан көрсеткіштерді салыстыру арқылы жүзеге асады. Бұл жерде өнім сапасының көрсеткіші негізгі үлгі сапасының көрсеткіштерімен салыстырылады. Бағаланатын өнімнің бірінші сапа көрсеткіштерінің сандық мәні негізгі үлгінің бірінші сапа көрсеткішінің сандық мәні арқылы шығарылады. Бұл формула сапа көрсеткішінің абсолюттік мәнінің жоғарылауын, өнім сапасының жақсаруымен, қуаттылығы, қызмет ету мерзімі, өнімділігі деген сияқты бірнеше көрсеткіштерді анықтауға болады. Сәйкес келген жағдайда қолданылады. Бұл формула бойынша сапаның салыстырмалы көрсеткіші, көрсеткіштің абсолюттік мәнінің жоғарылауы, өнім сапасының нашарлауымен сәйкес келгенде анықталынады. Бағалаудың кешенді әдісі сапаның кешенді көрсеткіштеріне негізделген. Кешенді бағалаудың қиындықтарды шешу, яғни бұл жерде деректерді жинау, стандартталмаған әдістер, деректерден толық еместігі, сапа стандарттары, стандарттардың сәйкессіздігі, ескі сапа көрсеткіштері, тұтынушы күтулерінің әртүрлілігі, кері байланыс деректерінің күрделілігі, кері байланыс интеграциясы, аналитикалық әдістер, формула қолданудағы қателіктер, статистикалық бөлімнің жетіспеушілігі. Кешенді әдіс арқылы бағаланатын өнімнің сапасының жинақталған көрсеткішінің негізгі үлгінің жинақталған көрсеткішіне қатынас арқылы анықталады. Бұл да формулаға салынады. Кешенді әдіспен бағалаудың күрделілігі жинақталған көрсеткіш дәл табу болып табылады. Мына жерде сапа бағалаудың иерархиясы көрсетілген, яғни индикаторларды топтастыру, топтық кешенді көрсеткіштер, негізгі базалық көрсеткіштермен салыстыру, қорытынды бағалау. Келесі әдіс ол аралас әдіс. Бұл әдіспен анықтаудың мәні мен дәйектілігі мынада сапаның жеке көрсеткіштерін топтар қатарына біріктіреді. Олар үшін сапаның топтық кешенді көрсеткіштерін анықтайды. Көрсеткіштерді топтарға біріктіру бағалау мақсатында тәуелді жүргізу керек. Табылған топтық кешенді және жеке бөліп алынған маңызды көрсеткіштер шамалары сәйкесінше негізгі базалық көрсеткіштердің мәнімен салыстырылады. Статистикалық әдіс соңғы әдісіміз. Статистикалық әдістер арқылы өнім сапасын бағалайды. Яғни өнім сапасының көрсеткіштерінің мәнін математикалық статистика ережелерін қолдана отырып табатын әдіс. Статистикалық әдістерде
жаңағы ең алғаш Жапонияда қолданыла бастады. Бұл жерде 7 құрал қолданады, 7 құрал жиі қолданады, және де сол кезде қолдана бастаған құрал бір ғасыр өтсе де әлі де актуалды болып отыр. Ол Паретто диаграммасы, Исикава диаграммасы болмаса себеп салдар диаграммасы, балық қаңқасы деп аталатын диаграмма, гистограммалар, бақылау карталары, таралу диаграммасы, үш диаграмма, схемалар және де кестелер. Бұл статистикалық әдістер кез келген мәліметті көрнекі құралдар арқылы тиімді көрсетеді, және де кез келген ақпаратты оңай қабылдауға, талдауға, бақылауға мүмкіндік береді. Енді әрқайсысына жеке тоқталатын болсақ, Паретто диаграммасы 80-20 дегенге негізделген, яғни біздің 80% назарымыз 20% себептерге бұрылу керек, өйткені сол 20% себеп 80% шығынға алып келіп тұрған салдарынан соған назар көп аударылу керек. Паретто диаграммасы Excel программасында, сонымен қатар басқа да программаларды құра алады. Паретто диаграммасын қосымша балық қаңқасы мен басқа да статистикалық құралдарды қолдана отырып жасаған дұрыс. Өйткені ең алдымен біз мысалы балық қаңқасын қолдану арқылы себептерін анықтап алып, одан кейін Паретто диаграммасын қолдансақ болады. Паретто диаграммасында Excel-ге бірінші ақаулардың аттары, ақаулардың саны және де олардың пайыздық көрсеткіші, кумулятивті жинақталған пайызы, соның барлығы көрсетіледі, және де барлығы кестеге салынғаннан кейін ары қарай гистограмма қойылады. Ол гистограммада біздің Паретто диаграммамыз бағандары баспалдақ тәрізді болады, және де қай себеппен көбірек жұмыс істеу керек екендігін көруге болады. Ары қарай балық қаңқасы болмаса Исикава диаграммасы деп аталады, өйткені Исикава деген ғалым, Жапония ғалымы осы диаграмманы ойлап тапқан. Болмаса себеп салдар диаграммасы деп те аталады. Балыққа ұқсас бұл диаграмманың балықтың басы бұл негізгі мәселе. Мысалы, негізгі мәселе бұл жерде ақаулардың шығыны. Ақаулардан туатын шығын, ол не себепті болып жатқанын анықтау үшін бүйіріндегі сүйектеріне, жоғарғы сүйектеріне біз себептерін жазамыз. Себептердің негізгі үлкен себептер жазамыз, соның ішіндегі екіншілік, үшіншілік себептер жазамыз. Мысалы, негізгі үлкен себептер ол технология болуы мүмкін, қызметкерлер болуы мүмкін, техника болуы мүмкін, тағы басқа сондай шикізат болуы мүмкін деген сияқты себептер жазылады. Ал екіншілік, үшінші себеп ретінде, мысалы, технология болса, ол технологияның ішінде қай этап, мысалы, пастеризация кезінде болған ақау ма, әлде стерилизация кезінде ма, болмаса буып-түю кезінде болған ба, соның барлығын жеке-жеке қарастырады. Негізгі себепті анықтау үшін. Астыңғы жаңағы бүйіріндегі сүйектеріне сол себептер қандай салдарға алып келуі мүмкін. Мысалы, консерв өнімдерінің бомбажы деп алатын болса, ол бомбаж астында қандай салдарға алып келуі мүмкін? Яғни тағамды улануға алып келуі мүмкін. Өйткені бомбаж, консерв өнімдерінің дүмпуі ол көбінесе микроорганизмдермен ластану салдарынан болып жатады. Одан кейін салдардың орнына болмаса жаңағы қандай шаралар қолдануға болады, қандай әдістер арқылы бұл жаңағы ақауларды жоюға болатынын анықтауға болады екен. Енді келесі біздің статистикалық құралдар ол таралу диаграммасы. Таралу диаграммасы екі факторлардың бір-біріне қаншалықты тәуелді екенін анықтау үшін қолданады. Мысалы, температураның уақытқа тәуелділігі деген сияқты. Одан кейін келесі статистикалық құрал ол бақылау карталары. 1924 жылы Шуворт деген ғалым ойлап тапқан бақылау карталары 100 жыл өтсе де әлі де өте актуалды болып отыр. Алғашқы кезде осы Шуворттың диаграммасын қолмен сызатын болған,
қазіргі таңда Excel, Minitab, тағы басқа да толып жатқан мына программалар арқылы құруға болатын программа өте жұмысты жеңілдетеді, оңтайландырады. Бағалау карталары арқылы мысалы 12 күннің 5 түрлі сынамасының жаңағы ауытқуларын, ақауларын көрсетіп, одан кейін олардың стандарттан қаншалықты ауытқып тұрған, яғни жоғарғы нүкте бар бақылау нүктесі және төменгі бақылау нүктесін қою арқылы біз қай сынама негізгі ақауларға алып келіп жатқанын көруге болады. Және сол ақаумен жұмыс жасау керектігін көруге болады. Одан кейін гистограммалар бар. Гистограммалар бұл жаңағы ең қарапайым статистикалық әдістер. Қандай да бір мәліметті Excel'ге қойып, гистограмма құру, ол әртүрлі болуы мүмкін, баған түрінде болуы мүмкін, жиі баған түрінде кездеседі гистограммалар. Одан кейін келесі әдістер бұл схем үш диаграмма. Үш диаграмма деген бұл себептерді анықтауға да қолдануға болады. Болмаса бір нәрсені жіктейтін кезде қолдануға болады. Одан кейін кестелер деген статистикалық құрал бар. Статистикалық құралдың кестеге еңбек, мысалы кез келген алған ақпаратты, нәтижелерді кесте күйінде көрсетуге болады. Мысалы сіз қандай да бір зертханалық зерттеу жасадыңыз, сол зертханалық зерттеуде бірінші бағанда көрсеткіштеріңіз, қандай зерттеу бойынша көрсеткіштер зерттедіңіз, солардың атаулары, мысалы түсі, иісі, консистенциясы, ылғалдылығы, майлылығы деген сияқты көрсеткіштер жазып шықтыңыз. Екінші бағанға нәтижесін және үшінші бағанға нормативті құжаттарда көрсетілген шекті мәні көрсетілсе, сол арқылы жаңағы қандай нәтиже алғанын көруге болады. Жалпы статистикалық әдістер өте көрнекі құрал ретінде де жұмысты оңтайландыруда, қандай да бір есептерді жаңа бақылауға өте ыңғайлы болып есептеледі. Одан басқа өнімнің сапасын бақылауға байланысты әдістер бар. Ол визуалды әдістер, зертханалық тестілеулер, тұтынушылардың пікірлері, сапа менеджмент жүйелері деген сияқты, статистикалық әдістер деген сияқты жаңағы әдістерден тұрады. Енді әрқайсысына жеке тоқталатын болса, ол визуалды әдістер, визуалды тексеру, ол басқашылап органолептикалық, сенсорлық әдістер деп те аталады. Артықшылықтары бұл визуалды әдістер өте жылдам жасалады, жылдам бағалау әдістер болып табылады, және де өте қарапайым әдістер, ешқандай құрал-жабдықты қажет етпейді. Ал кемшіліктеріне келетін болсақ, бұл терең талдауы жоқ, шектеулі ақпарат беретін әдістер қатарына жатады. Визуалды тексеру өнімнің сыртқы көрінісін, зақымдануын және ақауларын анықтау үшін қолданылатын қарапайым әдіс. Бұл әдіс өнімнің сапасын жылдам бағалауға мүмкіндік береді, бірақ терең талдауға жарамсыз болып табылады. Ал терең талдау үшін келесі әдіс, ол бізде зертханалық тестілеу. Өнім сапасын бағалау үшін тестілеу мақсатында физикалық, химиялық, механикалық қасиеттерін, болмаса аралас физика, химиялық әдістер қасиеттерін анықтау жүргізіледі. Бұл әдіс өнімнің сапасын тереңірек бағалауға мүмкіндік береді, бірақ уақыт пен ресурстарды талап етеді. Бұл жерде зертханалық тестілеулер сандық және сапалық болып бөлінеді. Сандық дегеніміз сапалық дегеніміз қандай да бір өнімнің құрамындағы ингредиенті, құрамындағы бір затты анықтау үшін жүргізілсе, мысалы ол бар немесе жоқ екен. Мысалы көмір су құрамында бар немесе жоқ, болмаса зиянды заттар, мысалы антибиотиктер бар немесе жоқ деген сияқты анықтайды. Яғни ол санын анықтамайды, тек бар жоғын анықтайды. Ал келесі сандық, ол тура сол анықталған көрсеткішті қанша мөлшерде бар екенін анықтай алады. Яғни көмір сулар 0,5%, болмаса 0,5
1 миллиграмм бар деген сияқты нақты санын көрсете алады. Және де осы сандық және сапалыққа байланысты да әдістер жаңағы экспресс метод болып бөлінеді, және де күрделі әдістер болып бөлінеді. Күрделі әдістер жаңағы сынама дайындау ұзақ болуы мүмкін, жаңағы күрделі құрал жабдықтарды талап етуі мүмкін. Сол әдістерге, күрделі әдістерге мысалы хроматографиялық, иммуноферменттік талдау әдістері жатады. Ал экспресс әдістерге жаңағы тез арада дайын болатын тест жинақтары, жаңағы уақытты көп талап етпейтін әдістер жатуы мүмкін. Ал зертханалық әдістер тағыдан микробиологиялық болып бөлінуі мүмкін, оптикалық, механикалық, жаңағы өнімнің сапасына қарай ол зертханалық зерттеулер бөліне береді. Келесі ол статистикалық процесті бақылау. Бұл статистикалық әдістерді енгізу, өндіріс процесін бақылау, сапа көрсеткіштерін жинау, ақауларды анықтау, ақаулардың алдын алу үшін жүргізілетін статистикалық әдістер. Өндіріс процесінің сапасын бақылау үшін статистикалық әдістерді қолдану өте тиімді. Өнімнің сапасын үздіксіз бақылауға және ақаулардың алдын алу үшін тиімді болып табылады. Келесі әдіс ол тұтынушылардың пікірлері. Тұтынушылардың пікірлері өнімнің күшті және әлсіз жақтарын анықтауға айналдырады. Пікірлерді жинау, деректерді талдау, күшті жақтарын анықтау, әлсіз жақтарын анықтау. Тұтынушылардың пікірлері өнімнің сапасын бағалаудың маңызды аспектісі болып табылады. Тұтынушылардың ұсыныстары мен пікірлері арқылы өнімнің күшті және әлсіз жақтарын анықтайды. Бұл ақпаратты жинау үшін сауалнамалар, пікірлер, рейтингтерді қолдануға болады. Сонымен қатар конференциялар, жиналыстар, сауалнамалар, интервью алу арқылы өткізуге болады. Яғни кез келген уақытта тұтынушылардың пікірін, мысалы, телефон арқылы жаңағы көрсетілген қызметтің жаңағы қызметке деген баға беру арқылы, одан кейін сұрақ телефон арқылы болмаса электрондық почталардың анкета ретінде жіберу арқылы, одан кейін интервью алу, көбінесе сауда орындарында жаңа дегустация жүргізу арқылы да тұтынушылардың өнімге деген бағасын алуға болады. Одан кейін соңғы сапа менеджмент жүйелері. Бұл әдіс сапа менеджмент жүйелерінің өнімнің сапасын басқару және бақылау үшін ұйымдастырылған жүйе. ISO 9001 сияқты стандарттар өнімнің сапасын қамтамасыз ету үшін тиімді құралдар болып табылады. Бұл түзету шаралары, стандарттар, процестер, бағалау деген сияқты этаптардан тұрады. Тағы да осы әдістерді тағыдан тереңірек айтатын болса, қазіргі таңда мысалы алдында айтып кеткен жоғарыда айтылған дифференциалдық әдістерге байланысты құрал жабдықтар бар. Мысалы дифференциалды сканерлеуші микрокалориметрлер бар. Дифференциалды рефрактометрия әдісі бар. Өлшеу құралдарына келетін болсақ, өлшеу құралдары өте көп қазіргі таңда. Мысалы оптикалық өлшеу құралдарына спектрометрия, фотокалориметрия деген сияқты әдістер жатады. Микроскопия, электронды. Одан кейін тағыдан хроматографиялық әдістер. Хроматографиялық әдістер өте қазіргі таңда өте жиі қолданатын әдістердің бірі. Хроматографиялық әдісте жаңағы өнімнің құрамындағы күрделі компоненттерді анықтауға мүмкіндік береді. Рефрактометрия өнімдегі құрғақ затты анықтауға, қантын анықтауға мүмкіндік береді. Сол сияқты әдістер өте көп. Оны біз келесі дәрісте жалғастыратын боламыз. Келесі осы тақырыпты қорытындылайтын болсақ, тамақ өнімдерінің сапасын зерттеу негізі олардың қасиеттеріне, өндірудің технологиялық процесстері, сақтау
және тасудың, өткізудің әсерін табу, сондай-ақ өнім пайдасы мен тұтынушылық құнын анықтайтын заңдылықтар өнімнің сапа көрсеткіштерінің мәнін анықтаудың түрлі әдістері болып табылады. Жалпы өнімнің сапасын зерттеу негізгі мақсаты ол өнімдегі бұрмалауларды анықтау. Қандай да бір өнімде фальсификация болған жағдайда ол өнім тұтынушыларға дейін бармау керек, яғни сатылымға шықпау керек. Ол сол бұрмалану болмас үшін, болмаса бұрмалануды алдын алу үшін осындай әдістер қолданылады. Яғни сәйкессіздікті анықтау дегеніміз үш этаптан тұрады. Бірінші этап ол құжаттарын тексеру, өйткені өнімнен бұрын бірінші өнімнің қандай да бір құжаттары сәйкес келе ме, келмей ме, олардың бұрмалануы жоқ па, жалған ақпаратпен сатылымда жатқан жоқ па, соны білу үшін құжаттардың өзі өте көп. Яғни сапа декларациясы, қауіпсіздік декларациясы, техникалық регламент, тауарлық транспорттық қосарлама құжаттары, тағам өнімдерінің зертханалық зерттеуден кейін берілетін хаттамалар, одан кейін санитарлық эпидемиологиялық қорытынды, сол өндіріс орнына берілетін лицензия, жаңа аллергендерге деген құжаттар, органикалық болса 100% органикалық деген растайтын құжаттар, осындай сияқты тағам өнімдерінің сапасы және қауіпсіздігіне тән анықтайтын құжаттар бар. Сол құжаттар өнімдерде болу керек. Одан кейін құжаттар дұрыс болған жағдайда сол өнімнен сынама алынады. Екінші кезеңде сол сынамаларды тексеру жүргізіледі, идентификациялау органолептикалық, физика-химиялық көрсеткіштері бойынша және зертханалық зерттеу арқылы. Үшінші кезең бұл өнімдердің жаңағы алынған нәтижелерді талдау жұмыстары жүреді. Бұл жерде нәтижелерді талдау арқылы өнімнің сәйкессіздігін қорытындылауға болады. Сәйкестендіру жұмыстары ол нормативтік құжаттарда көрсетілетін ақпаратқа сәйкес келуі. Мысалы, техникалық регламенттерде кез келген өнімдердің жаңағы сипаттамасы көрсетілген. Ол түсі қандай болу керек, дәмі қандай болу керек, эталон бойынша сол сортына сәйкес, түріне, деңгейіне сәйкес сол өнімнің сыртқы түрі қандай болу керек, құрамындағы химиялық заттардың мөлшері қандай болу керек, тағамдық құндылығы, энергетикалық құндылығы қандай болу керек. Одан кейін сол сияқты ақпараттардың барлығы нормативтік құжаттарда көрсетіледі, соған сәйкестендіру жұмыстары жүргізіледі. Осымен осы дәріс бітті. Келесі дәрісте басқа тақырыпты талдаймыз. Сау болыңыздар.